Армысыздар 300-дің арасын өтір ғана бөліп тұрған қазақ елі. Мен нөмір 7-ші Тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы Б сынып оқушысы Тагаева Арайлым Анарбекқызы. Қазір болып жатқан төтенше жағдайда біз біргеміз, ажырамас іргеміз деп ұрандаған Қазақстанның болашағы жастарымызды уақытты бос өткізбей кітап оқуға шақырамын. Кітап алтын сандық, іші толған қастақын, оқы, ойма. Қазіргі таңда мен көптеген кітаптар мен әдеби шығармалар оқып жүрмін. Солардың бірі қазақи дәстүрді дәріптеуші ел анасы Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» кітабы. «Бабалар аманаты» күнделік негізінде жарық көрген «Шуақты күндер» кітабының жалғасы. 414 беттен тұратын бұл шығармада Кеңес одағының батыры атанған даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлының ой толғамдары мен тәрбиеге толы басынан кешкен оқиғалары және аты айтып тұрғандай бабамыздың аманаты жайлы жазылған. Зейнеп Ахметова Бауыржан Момышұлының дәйек сөздерін қаз қалпында жеткізіп қана қоймай, өз ойын шебер өрнекте білген жазушы. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге, ендеше ой сөресін оқылған кітаптармен толықтырайық. Армысыздар, мен 10-шы сынып оқушысы Айтбаева Назерке Құралбайқызы боламын. Мен досым Тагаева Арайлым Анарбекқызы жолдаған бірге оқиық атты жолдауын қабыл ала отырып, үйде кітап оқуды бастадым. Мен қазақтың әйгілі жазушысы, драматург, қазақ әдебиетінің қалыптастырушыларының бірі Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» атты роман кітабын таңдадым. Бұл кітапта қысқаша айта кетсек, Ақбілек атты қыздың тағдыры мен көрген қорлықтарына мойымай, алға қарай қадам басып, өз құқығы үшін күресе білгені жайлы баяндалған. Мен бос уақытымда осы кітапты оқуға, соңына дейін оқып бітіруге уәде бере отырып, бәрімізді үйде кітап оқуға шақырамын. Бәріміз бірге кітап оқиық. Армысыздар, 40 қырлым болса да керегесше қалмаған қазақ елі. Мен Малик Рошан Қайратқызы, сыныптасын Тагаева Арайлым Анарбекқызы жолдаған «Біз бірге оқимыз» атты марафонның қысқа оқулығымен қабыл алдым. Және мен де Тамара Шмидтің «Район» атты кітабын оқуға кірістім. Армысыздар, қазақ елі. Мен сыныптасым Тагаева Арайлым Анарбекқызын жолдауын қабылдап алып, үйде отырып Қуаныш Жамбай ағамыздың «Екінші болма» деген мынадай кітабын оқып шықтым. Қайырлы күн, қадірменді қазақ елі. Мен Романова Венера Бақытқызы. Қазір елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты мектеп орындары, жұмыс орындары қашықтықтан басқару жүйесіне өткенін білеміз. Сол себепті бізде бос уақыт өте көп. Сол уақытты өзімізге арнасақ, білсек, білім арнасын кеңейтсек, дамысақ өте тиімді деп ойлаймын. Менің сонымен қатар айтып кететініміз, қазіргі елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты бізде үйде отыруымыз өте маңызды. Сол себепті үйде болайық. Біздің күшіміз бірлікте. Бірліксек бәрін жеңеміз. Сол себепті үйде болайық, үйде оқиық. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз